Виктор Чуриннің жасы 58-де. Кезінде МАЭС-1, МАЭС-2 станцияларында еңбек еткен орта жастағы азамат енді міне самайын ақшаш басқан шағында жұмыс сұрап талай есікті қағуға мәжбүр. Үмітін осы жәрмеңкеге артып отыр. Я уже второй год не работаю. Мен міне осымен 2 жылдың жүзі болды, жұмыс істемеймін. Түйінемемді апармаған жерім жоқ, еш нәтиже жоқ. Нұр Отанға арнайы келіп отырмын, жұмыс тауып беруге уәде еткен еді. Ал жұмыс істеп барғанда жасымды сұрап, тек телефон нөмірімді алып қалады. Қоңырау шаламыз, шақырамыз деп айтады, шақырмайды. Нұр Отан партиясы ғимаратында өткен игі шараға жұмыс сұрап 20-ға тарта адам келді. Олардың барлығы мүмкіндігі шектеулі жандар, басым бөлігі 2-3 топтағы мүгедектер. Бұл категорияның кішкене қиындау жұмыс жасау. Әр адамға жаңағы арнайы рұқсаттамасына қарай біз жұмыс орнын ұсынамыз. Жалпы мүмкіндігі шектеулі жандарға қаламыздағы 56 кәсіпорын 262 бос жұмыс орны ұсынды. Жұмыс іздеушілердің бірі Солнечный кентінің тұрғыны Эльмира Арықбаева да осы бос орындардан оғанда жұмыс табыларына сенімді. Жасым 32-де. Мамандығым оператор едім. Алдын жұмыс істегенмін 7 жыл больницада. Бірақ басқа мемлекетте, Өзбекстан мемлекетінде көшіп келгенмін 2012 жылы. Жұмыс іздеп бармаған жерім жоқ. Өзім Солнечный поселкесінде тұрам. Сол жұмыс жоқ. Жұмыс бар деген өзімізде 2 мектеп, 1 садик бар. Жұмыс бар деп естем. Есткен сол уақытында барам, бірақ именно мені алмайды. Білмеймін неге екен. Себебін ешқандай айта алмаймын. Мені алмайды именно. Мен Нұр Отанға 1 рет келіп кеткем, бұдан кейін тағы 2 рет келіп тұрмын. 2 баланың анасы Эльмира Арықбаева Қазақстанның азаматтығын алғанына 1 айдың жүзі болған. Қолында дипломы бола тұра күні бүгінге дейін жұмысы жүр. Енді ол айлығы орташа жұмысқа орналасуға да әзір. Диплом бойынша жұмыс сұрап жатқан жоқ моладан. Хотя бір айлығы 20-25 мыңдық пол жуатын техничканың жұмысында талай сұрап барғам, бірақ жоқ. Жолдасым да істемейді, өзім да істемеймін. Іс-шараның нәтижесінде темір ұстасы, дала сыпырушы, көлік жөндеуші сияқты жұмыстарға барлығы 5 адам тұрақты жұмысқа алынды. Халықты жұмыспен қамту орталығының мамандары болса, жәрмеңке арқылы жұмыс тапқан жарымжан жандарды үнемі өз қадағалауына алады. Олардың уақытылы жалақымен қамтылуына дейін назардан тыс қалдырмайды.